Мұқағали Мақатаев 1976 жылы 27 наурызда бар жоғы 45 жасында өмірден өтеді. Ажал қай жағынан келді, ақынды әкеткен қандай ауру? Жақындарының естеліктеріне үңілейікші. Досы Қадыр Мырзали Ерім кітабында Мұқағалидың 1966 жылы түнде бір шелек қан құстым дегенін айтады. Содан ақынның бұл аттай берік денсаулығы 10 жылға шыдас берді дейді. Мұқағали ақынның өміріндегі түрлі қиындықтар, ауруын асқындырып қана қойған жоқ, 1974-1975 жылдарда жиі ауруханаға жатып тұрды. Жары Лашынның сұхбатында емханада жатса да, сәл айыға бастаса, қолына қаламын алып өлең жазуға кірісіп кетеді. Сондай кездерде күніне 6-7 өлең жазып тастаған кездері де бар екен дейтін. Өзіңді өзің күштей бермесеңші, демалып алдымен науқасыңнан айық, өлең қайда қашар дейсің деген әйеліне: мен өлең жазумен, өлең оқумен ауруымды емдеймін. Құдайым қолыма ұстауға қалам шамамды келтірсе, өлең өз-өзінен нөсерлеп төгіліп жатады дейді екен. Мүмкін өмірінің қысқарып келе жатқан ақынның өзі де сезсе керек. Айналдырған ауру ақырында 1975 жылдың қысында соңына қарай тағы да ауруханаға түсірді. Нардай жігіт арықтап, шүйкедей боп азып бара жатады. Тіпті көздерінің еті сарғыштатып шүңірейе түседі. Өзінің өмірден өтетінін сезгендей әйеліне: мен 50 жылдық тойымды тойлай алмаспын, балаларға бас көз бол, мені жоқтатпа, мен сенің өміріңнің соңына дейін азық болатын дүниені жазып кеттім, қысылмассың деген екен. Ақырында күннен күнге әл кетеді. Сөйтіп бір есін жинағанда: Лашын, такси әкел, одаққа барайық, менің онда бітпеген шаруам бар деген көрінеді. Жан ұшырып барып дәрігерге осы өтінішін айтқан кезде, ол Лашын апамызға ұрсып тастап: есіңіз дұрыс па, қалай таксимен әкетесіз, одан да дайындала беріңіздер деген көрінеді. Содан ақырында сол түні тілден қалады, әл кетіп, қиналып өмірден өтеді. Бұл 76 жылдың 27 наурызы болатын. Ақынды әкеткен негізінен бауыр ауруы еді. Ал ақынды туыстары өзінің туған жері Қарасазға жерлейміз, сүйегін әкетеміз деген кезде Әбділда Тәжібаев: Мұқағали ол кішкентай ғана ауылдың ақыны емес, ол қазақтың маңдайына біткен бірегей ақын. Бала сіздердікі болғанмен ақын халықтікі, Кеңсайға жерлеуге рұқсат етіңіздер деп. Солай ақын Алатаудың бауырында тыныштық табады. Ал оның жаназасында тірісінде көрмеген құрмет көрсетіліп, адам көп жиналады. Солай қайтыс бола сала ақынның жұлдызды екінші өмірі басталған екен.